Жұмысқа орналасу, еңбек шарты, міндетті құжат. Берік IT маманы жұмысқа орналасады. Бірінші эпизод. Сен барсың ба, жоқсың ба? Бәрі базардағыдай болады. Келісім шарттың не керегі бар? Ақшаны қолма-қол берем. Тоқта, шарт жоқ па? Демек сен заң алдында елессің. Шартсыз, зейнетақы да, әлеуметтік төлем де, өтілің де болмайды. Сен жай ғана офистің галлюцинациясысың. Еңбек шарты сенің қорғаның. Ол міндетті түрде жазбаша жасалуы тиіс. Енді сен ресми жұмыскерсің. Құқығыңды сақта.